Баршаңызға қайырлы күн, менің оқырмандарым, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мадина. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі оңай жасалатын тіске басар дайындайтын боламыз. Мен бірге соңына дейін болып, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз ойларыңызды қалдыра отырыңыздар. Ең алдымен 150 грамм суымызға тұзымызды салып араластырып аламыз. Оның үстінен бір жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап тұзымыз, жұмыртқамыз араласқанша жақсылап араластырамыз. Онымыздың үстіне жаңағы дайындаған сұйық массамызды құйып, үстінен қаймағымызды салып, жақсылап қамыр илейміз. Қамыры өте жұмсақ, әдемі болып шығады. Егер үйлеріңізде қаймақ жоқ болса, онда қаймақ қоспай қойсаңыздар да болады. Қамырымыз дайын болды. Мінекей, енді пакетімізге салып 15 минутқа демалдыруға қалдырамыз. Оған дейін біз салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына үткіштен өткізілген ас қабақтың үстіне тұзымызды, паприкамызды және қара бұрышымызды қосамыз. Артынан пиязымызды салып, барлығын жақсылап бір келкі масса болғанша араластырамыз. Достар, қазақша контенттің дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қосып, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды қалдыра отырыңыздар. Егер менің арнам ұнаған болса, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Мінекей достар, осымен біздің салмамыз дайын болды. Нанымыз демалып болды. Енді ұнымыздың көмегімен сеуіп отырып, еттің нанын жайған сияқты қатты қалың, қатты жұқа емес, бір келкі етіп жайып аламыз. Дәл видеодағыдай пышағымыздың көмегімен 4 бұрыш етіп кесіп аламыз. Салмаларымызды салып, самсаларымызды, яғни тіске басарымызды түйіп шығамыз. Түйілу жолы өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді тіске басар. Сіздерге түсінікті болсын деп, 2 рет жасап көрсеттім. Осымен біздің тіске басарларымыз дайын. Үстінен жұмыртқамызды жағып шығамыз, барлығына бір келкі етіп. Содан соң қалауларыңыз бойынша күнжіт сепсеңіздер болады. Мен қара күнжіт қолдандым. Қызып тұрған 180 градус пеште 25-30 минут аралығында пісіріп аламыз. Піскеннен соң үстіне су жағып шығамыз щеткамыздың көмегімен. Осымен біздің тіске басарымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Арнама жазылмаған болсаңыздар жазылып, комментарий бөліміне өз ойларыңызды қалдыра отырыңыздар. Егер арнам ұнаған болса, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.
алдағы уақытта тағы да керемет рецепттермен сіздерді қуантатын боламын.